Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жент жасаймыз. Ол үшін бізге талқан, жұмсақ сары май, қант және кептірілген жемістер керек болады. Қызып тұрған құрғақ табамызға талқанымызды салып, 3-4 минуттай иісі шыққанша қуырып аламыз. Қызып тұрған талқанымыздың үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз. Араластырамыз. Ендігі кезекте қант саламыз. Тағы да араластырамыз. Әрі қарай қалауларыңыз бойынша кез келген кептірілген жемістер немесе дәндер салсаңыздар болады. Менде мейіз, асқабақтың дәні және туралған қара өрік. Тағы да араластырамыз. Әрі қарай кез келген өздеріңізге ыңғайлы көлемде домалақтап шығамыз. Осылайша женттеріміз дайын. 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып алсаңыздар болады. Ас болсын!